Сәлеметсің бе, Нұрислам? Жақсы, олай болса балалар, бүгінгі тәрбие сағатымызды жақсы, сәлеметсің бе? Тынышталып отырайық, микрофонымызды өшіреміз. Артық шуламаймыз. Бізде қазір тәрбие сағаты болады. Көңіл күйлерің жақсы ма? Барлығы дұрыс па? Өте жақсы. Жақсы. Олай болса, экранға қарайық, Бүгін бізде тәрбие сағаты Наурыз қазақтың ұлттық мейрамы. Келесі бізде өлең берілген, соны оқиық. Бірінші мен оқимын, одан кейін кезекпен оқимыз, жақсы ма? Жақсы, енді тынышталамыз. Құт береке наурыз айым келді деп, жер түледі жасыл желек желбіреп. Айналайын атамекен кең далам, толықсиды нұрға балқып ел жүреп. Аспанымда ақша бұлттар аунайды, наурыз тойы көңілімді баурайды. Тебіренген табиғатта мәз мейрам, аңқылдаған қазағымнан аумайды. Рамазан, микрофонды өшіріп қоя қой. Дауыстары естіліп жатыр қатты. Жақсы, келесі кім оқиды? Өлеңді кім оқысы келеді? Мен оқысам бола ма? Аяна, оқи ғой. Жақсы, кезекпен оқимыз. Құт береке наурыз айым келді деп, жер түледі жасыл желек желбіреп. Айналайын атамекен кең далам, толықсиды нұрға балқып ел жүреп. Оқиды. Тыныш отырамыз. Айсұлу оқи ғой. Айсұлу бізде қолын көтеріп отыр. Аспанында ақша бұлттар аунайды, наурыз тойы көңілімді баурайды. Өбірленген табиғатта мәз мейрам, аңқылдаған қазағымнан аумайды. Өте жақсы. Жақсы. Мына суреттен не көріп отырмыз? Соны кім айтады? Қол көтереміз тағы да. Суреттен нені көріп отырмыз? Бұл қандай? Айғайламаймыз ба? Ибрахим. Ибрахим айтады, қалғандарымыз тынышталамыз. Қол көтеріп отырамыз. Ибрахим, айта ғой. Наурыз мейрамын тойлап, наурыз көже сұралап. Иә, тағы да. Мен айтсам бола ма? Жақсы. Ернар айта ғой, Ернар. Айта ғой. Иә, тыңдап отырмын, Ернар. Айта ғой. Ернар, сен микрофонды өшіп тастадың ғой. Микрофонды қосып айта ғой. Олар наурыз мейрамын тойлап жатыр. Иә, тағы да. Апасы Мхм. наурыз көже істеп жатыр. Иә, дұрыс айтасың. Апа, мен айтсам бола ма? Аяна. Бұл сізге наурыз мейрамын тойлап, балалар асыр салып, әжелеп, бал сасып, құрт жасап, көже жасап жатыр. Өте жақсы. Зинура. Зинура, айта ғой. Микрофонды қос. Наурыз мейрамын тойлап жатыр. Олар кемпір қосақта ойнап жатыр. Алты бақанда, Алты бақан. Алты бақан деп айта ғой. Аха. Зинура. Әжелер береді. Иә, өте жақсы. Тағы да кім не қосады? Тағы да кім не айтқысы келеді? Айсұлу, экранға дұрыстап отырамыз. Жаңадан бұршақтар шығып жатыр. Иә, бүршік атып жатыр, бүршік атып жатыр дейміз, бұршақ атып емес. Ағаштар бүршік атып жатыр екен, Жақсы, Нұрислам, сен не айтасың? Әжелері
Иә. Балалар асық ойнап жатыр. Иә. Өте жақсы. Балалар алтыбақан ойнап жатыр. Жақсы, рахмет. Олай болса, балалар, бүгінгі біздің Наурыз мерекесіне байланысты мыналарды тыңдайық, иә, балалар? Қазір мен оқимын, тыныш отырып тыңдаймыз. Қазақстанда Наурыз мейрамы 3 күн, яғни 21-23 Наурыз аралығында аталып өтіледі. 2010 жылдан бастап жалпы Наурыз парсы, Кавказ және түрік халықтарының арасында көктем мейрамы және жаңа жылдың басталуы ретінде тойланады. Ол Иранда 21 наурызда, орталық Азия елдеріне және Әзірбайжанда мемлекеттік мереке ретінде, ал Тәжікстанда және Қазақстанда 22 наурызда аталып өтіледі. Өзбекстан мен Түркияда 21 наурыз күні аталып өтіледі екен. Келесі, Наурыз мерекесі Қазақстанда. Наурыз мейрамы ресми түрде 1988 жылдан бері тойланып келеді. Бұл мерекені шығыс елдері Өзбекстан, Қырғызстан, Ауғанстан, Тәжікстан, Пәкістан ертегіден өткізіп келе жатыр. Бұл мереке табиғат пен адамның үндестігін көрсетеді. Наурыз күн мен түннің теңелген күні. Көктемгі күн тоғысы Наурыз айының 21-нен 22-сіне ауысқан күні болды. Осы уақытта бастап күн ұзарып, түн қысқарады екен, балалар. Мұқият тыңдаймыз, балалар. Келесі, Наурыз мейрамында жасалатын ұлттық тағамдарға айтайық. Қазақша ет, яғни бұл біздің халқымызда құрметті кісілерге берілетін, ұсынылатын кәделі тамақ өнімдеріне жатады, иә? Осыған орай әркімнің, яғни тағамдарының бастысы бұл қазақша ет немесе бешбармақ болып саналады. Қазақтар сыйлы қонақтарға мал басын көрсетіп, табақ-табақ ет тартып отырған. Яғни әр табақтың ет тартылу орнында ерекше болған. Келесі бізде бұл Наурыз мерекесінің ең бір үлкен нышаны деп айтсақ болады, бұл Наурыз көже. Наурыз көже 22 Наурыз мерекесіне ғана тән көпшілікке арналған тағам. Оны әр үй 7 дәммен жасап, оған қазы, шұжық сияқты сыйлы ет мүшелерін қосып, мерекемен құттықтауға келгендерге ықыласпен ұсынылып отырған. Наурыз көженің дәстүрлік мерекелік ұлттық тағамы өте зор. Ол баршаны мейірімділікке, ізгілікке, бірлікке, татулыққа шақырады екен. Яғни Наурыз көже Наурыз мерекесінің ұлттық нышаны ретінде есептеледі екен. Келесі, балалар, қазақ халқының салт дәстүрлеріне тоқталайық. Салт дәстүрді білеміз ба барлығымыз? Не екенін? Жақсы. Олай болса, біз тағы да салт дәстүрлердің түрімен таныс болайық, иә? Жақсы, тыңдаймыз. Қазақ халқының салт дәстүріне мыналар жатады. Шілдехана, қырқынан шығару, бесікке салу, тіл ашар, үйлену тойы, мерейтой, тұсау кесу және сүндет той. Енді осылардың суреттеріне назар аударайық, балалар. Мінекей, бұл бесікке салу, яғни бала туылған кездегі үлкен жас және кәрі апаларымыз жиналып, барлығы алғаш рет бесікке салады. Бұл рәсім бізде бесікке салу рәсімі деп аталады екен. Келесі, азан шақырып ат қою. Мысалы, бала дүниеге келгеннен кейін оның ең бірінші аты қойылады, иә? Мысалы, сіздердің де аттарыңыз бар. Соны азан шақырып ат қою салты деп атайды екен. Балалар, сіздер өздеріңіздің аттарыңызды кім қойғанын білесіздер ма? Иә. Жақсы. Аяна, сенің атыңды кім қойды? Тынышталамыз. Аяна, сенің атыңды кім қойды? Аяна, атыңды кім қойды сенің? Менің атымды тәтем қойдым. Иә, жақсы. Ибрахим, сен ше білесің ба? Кім қойған атыңды? Әкем қойды. Өте жақсы. Айсұлу, сенікін кім қойды? Жақсы. Айсұлу, сенікін кім қойды? Айсұлу шығып кеткен сияқты. Ойша, сенің атыңды кім қойды? Апа, мен айтайыншы. Менің атымды папам қойды. Иә, жақсы. Зарина, айта ғой. Кім қойды сенің атыңды, Айсұлу? Менің атымды атам қойды. Өте жақсы. Олай болса, балалар, келесі дәстүрлерді қарайық. Апа, мен айтайын. Айта ғой. Менің атымды атам қойды. Өте жақсы, Нұрислам. Келесі. Кім айтады, айта ғой. Кім айтқысы келіп тұр? Зарина, айта ғой. Сенің атыңды кім қойды?
қойдым. Өте жақсы балалар, қуаныштымын. Зинура айта ғой. Зинура, сенің атыңды кім қойды? Менің атымды әкем қойды. Өте жақсы. Зинура деген ат бізде өте ерекше аттар қатарына жатады, балалар. Жақсы. Келесі дәстүр бізде тұсаукесер. Менің атымды Әбдіқадыр айта ғой, естіп отырмын. Әбдіқадыр айта ғой. Әбдіқадыр айтасың ба? әкем қойды. Өте жақсы, рахмет. Келесі дәстүр балалар бізде тұсаукесу. Тұсаукесу туралы білесіздер ма? Кім айтады? Жақсы. Мен айтайыншы. Айсұлу айта ғой. Тыңдаймыз, Айсұлу айтады. Айсұлу? Тұсаукесерді бала тез жүру үшін істейді. Алғашқы қадамдарын басып келе жатқан кезде үлкен кісінің жолын берсін, немесе осындай кісі сияқты болсын деп, сол кісіге құрметпен беріледі екен, Ол кісі жаңадан жүріп келе жатқан баланың тұсауын кеседі. Ала жіппен, немесе шөппен, және тағы да басқа заттармен кесуге болады екен. Зинура айта ғой. Апай, мен Айсұлудан кейін айтсам бола ма? Қазір Зинура айтсын, Зинура қол көтеріп отыр. Зинура, одан кейін сен айтасың аяғына. Жақсы. Зинура, тыңдап отырмын. Өйткені ол тез жүру үшін ала жіппен айтылады. Сосын кәрі апа ол жіпті кеседі. Өте жақсы. Рахмет. Аяна, сен айта ғой тұсаукесу туралы. Кесу дегеніміз баланың тез жүріп кету үшін істеген. Оны кесу үшін үлкен сәбидің аяғына шөпті немесе ала жіпті байлап жүргізеді. Одан кейін оны кесіп, екі жағынан екі апа немесе тағы да басқалар ұстап, оны жүргізу. Жақсы, болды, тынышталамыз. Енді келесі балалар сіздерге мынадай ойын ойнайық, қараймыз. Яғни қазір экранға сұрақтар шығады. Сұрақтар таңдаймын. Айсұлу тыныш отыр. Сұрақтар шығады, мінекей. Енді осының біреуін таңдаймыз. Мен қазір қай оқушы қолын көтереді, сол осы конверттердің ішінен біреуін таңдайды. Соған байланысты сұрақтарға жауап береді. Жақсы ма? Жақсы. Ең бірінші бізде Ибрахим көтерді қолын. Ибрахим, қайсыны таңдайсың? Үшті. Қазір үшті ашамыз. Үшінші сұрақты оқы ғой, Ибрахим. Қалғандарымыз тыныш, микрофонды өшіріңдер. Ибрахим, сен микрофонды өшіріп тастадың, даусың естілмей жатыр. Наурыз мейрамда пісірілетін тағамдар өте көп болады. Наурыз мейрамы болғанда наурыз көжесін пісіреді. Наурыз көжесіне 7 түрлі тағамдар қосады. Өте жақсы, рахмет. Келесі кім қолын көтереді екен, көреміз. Зинура көтерді. Зинура, қайсыны таңдайсың? Бір. Жақсы, бірді ашайық. Бір бізде оқы ғой, қандай сұрақ беріліпті? Наурыз мерекесі сіздер үшін несімен ерекше? Несімен ерекше саған? Наурыз мейрамы маған ерекше, өйткені наурыз көже өте дәмді болады. Өте жақсы. Ол 3 күн тойланады. Өте жақсы, рахмет. Келесі кім қолын көтереді екен? Көреміз. Кім қолын көтереді? Аяна. Жақсы, Аяна, сен қайсысын таңдайсың? Екінші. Өте жақсы, қазір екіні ашамыз. Екідегі сұрақты оқы ғой. Әр наурыз мерекесін отбасыларыңызбен дайындаласыздар ма?
Дайындаласыздар ма? Әр Наурыз мерекесіне. Мен отбасыммен дайындаламын. Анам көз пісіреді. Әкем қонақтарды күтеді. Менің сестраларым олар анама көмектесіп ойыншықтар жинап жүреді. Өте жақсы. Келесі кім қолын көтереді екен? Ернар көтеріп отыр екен. Ернар, айта ғой. Қайсысын таңдайсың? Даусың естілмейді. 5. Жақсы, қазір 5-ті қосамыз. 5-ші сұрақты оқы ғой. Наурыз мерекесі Дәріптелетін. Салт дәстүрлерді ата. Наурыз мерекесіне дәріптелетін салт дәстүрлерді ата. Жаңа біз айтып кеттік. Қандай дәстүрлер бар екен? Айта ғой соларды. салт дәстүрлері бесік салу, Бесікке салу. сүндет той, Иә. Тағы да. Тұсаукесер. Иә. Жақсы, рахмет. Келесі бізде кім қолын көтереді екен? Ешкім қолын көтермей отыр. Неге? Тағы кім оқиды сұрақты? Айсұлу. 4-ші сұрақ, бізде 4-ші сұрақ қалды. 4-ші сұрақты оқы ғой. Айсұлу. Шығып кетті ме Айсұлу? Ой, апай Айсұлудың орнына мен оқысам бола ма? қазір біз Айсұлуды көрейік. Жантөре оқиды. Жантөре. Сұрақты оқы ғой, экранда көрініп тұрған. Наурыз мерекесі болғаннан жалпы сен қалай түсінесің? Иә, қалай түсінесің? Жантөре, Наурыз мерекесі ұғымын сен жалпы қалай түсінесің? Өйткені ол өте әдемі той. Ерекше мереке, е? Тағы да. Жақсы. Наурыз мерекесі жалпы бізде өте кең ауқымда аталып өтілетін мереке қатарына жатады. Ол жыл басы немесе жаңа жыл мерекесі сияқты болады, е? Жақсы, келесі. Мына экранға қараймыз, балалар. Наурыз көжеге мына тағамдардың ішінен қайсысы артық, яғни қайсысы қосылмайды осылардың ішінен? Соны атап кетейік, балалар. Қайсысы артық деп ойлайсыңдар? Иә, алма қосылмайды. Кәмпит қосылмайды. Жақсы. Кәмпит қосылмайды. Иә, өте жақсы. Енді балалар. Жақсы. Болды, тыңдаймыз енді. Жақсы, рахмет. Балалар, бізде негізі құрт қосылады. Құрт ол айранның орнына немесе айранды ғана қоссақ та болады. Айранды қоссақ, құрт қоспасам да болады. Әркім әртүрлі негізі. Жалпы бізде бұл бойынша алма, кәмпит, қант қосылмайды. Иә, өте жақсы. Жақсы. Иә. Иә, жақсы. Иә, бидай қосылады. Жақсы, балалар. Келесі балалар, мен сіздерге қазір жұмбақтар оқимын. Соған жауап береміз, жақсы ма? Үстінен тоны түспеген, сонда да арас қыспенен. Жоқ, үстінен тоны түспеген, сонда да арас қыспенен. Балалар, дұрыстап ойланып жауап береміз. Неге сендер олай ойланбай жауап бересіңдер? Дұрыстап жұмбақ тыңдаңдар бірінші. Үстінен тоны түспеген, сонда да арас қыспенен.
Суреттерде белгіленіп тұр негізі жауаптары, қарасаңдар. Кім жауап береді қанки? Өте оңай жұмбақтар ғой? Иә, аю. Дұрыс. Жақсы. Келесі. Болды, тынышталамыз. Аю. Келесі. Туа сала мұрт өсірген мына мырза пеш түбінде жатқанына ырза. Ол не? Ибрахим, айта ғой. Жоқ, кірпі емес. Мысық, дұрыс айтасыңдар. Мысық, балалар, мысық. Болды, тынышталамыз. Келесі. Санай алмай шаршадым, найзасы бар қаншамың. Батыр емес бірақта, қашып жүрер жырақта. Ибрахим? Кірпі, өте жақсы. Кірпі, балалар, кірпі. Кірпі. Жақсы. Иә, болды, тыңдаймыз. Өте жақсы. Келесі. Болды, тынышталамыз. Келесі. Бітімі тұрқы, алмаған жылқы. Мәйкесі жолақ, айыбы солақ. Бұл не екен? Иә, жақсы. Иә, жақсы. Зебра, балалар. Неге тыңдамаймыз, Жантөре? Келесі. Тұмсығы да дөңгелек, денесі оның 10 бөлек. Иә, шошқа. Дұрыс айтасыңдар, шошқа. Болды, тынышталамыз. Рахмет, балалар. Бүгінгі тәрбие сағаты ұнады ма барлығымызға? Бала, тәрбие сағаты ұнаған болса, барлықтарың қолдарыңды көтеріңдер. 1, оң қолымызды көтереміз бәріміз, оң қолымызды. 1, 2, 3. Тағы да. 1, 2, 3. Барлығымыз көтереміз. Өте жақсы. Балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Үй тапсырмасын маған жібереміз, жаңа группада айтқан. Жақсы ма? Сау болыңыз, апай. Аха, сау болыңдар.